Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте жеңіл ыстық тағамның рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен осындай сиыр етін аламыз, яғни 200 грамм мөлшеріндегі сиыр етін аламыз. Осылай барлығын әдемілеп, қатты ұсақ қылмаймыз, ірі-ірі қылып турап аламыз, яғни ұсақтамай ірі-ірілеу болған жақсы. Мен енді где-то 200 граммдай ғана сиыр етін алдым. Осы еттерді мінеки көріп тұрғаныңыздардай майдаламай турап алдым. Мінеки қатты үлкенде емес, қатты өте майда да емес, но енді шамалы морозильниктен кештеу шығарып қалыппын, сол үшін қаттылау болып тұр. Одан кейін мінеки бір бас пиязды аламыз. Бір бас пиязды алып, бұны да жіңішкелеп турап аламыз, яғни әдемілеп жіңішке алып турап алған жақсы. Қазір ет қуырған кезде бетіне салып жіберуге ыңғайлы болу үшін осындай жіңішке қылып мен осындай турап алдым, мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін картоп алдым. Картопты где-то 4-5 бас картоп алдым. Бұл картопты да қатты майдаламаймыз, яғни ортасынан бір бөлеміз, екінші бөлігін бір бөлігін 4-ке бөлеміз, екінші бөлігін тағы да сондай қылып 4-ке бөлеміз. Мінеки көрсетіп тұрғандай, сіздерге көрсеткендей, осындай ірі болған жақсы. Қатты майдаламаймыз, өйткені картоп езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан мен бұларды тек қана осылай 2-ке бөлдім де, қалған бөлігін ортасынан бір бөлдім, яғни үлкендеулерін 3-ке бөлдім, 4-ке бөлдім. Кішілеулерін тек ортасынан 2-ке бөліп қана тастадым. Мінеки өздеріңіз көріп отқандай ірілеу қылып турап жатырмын. Осы картоптардың бәрін турап аламыз. Турап аламыз да барлығын мінеки өздеріңіз видеодан көріп тұрғандай барлығын 4 бұрыштылап ірі қылып тураймыз. Мінеки көрдіңіздер ғой. Осының бәрін ірі картопта да, майда картопта болды арасында. Сол енді где-то 4-5 картоп жарайды деп ойлаймын. Одан кейін бізге керегі бір түйір сәбіз, яғни бұл сәбізді біздер үкіштен өткіземіз. Осындай корей салатын жасайтын үкіш жарайды. Бұл енді онша қатты ұзын болмағанмен, енді орташа болып шығады. Қатты ұзын емес, орташа сәбіз болып шығады. Мінеки осы деп барлығын үкіштен өткізіп аламыз. Әдемі болып та, картопымыздың түсін әдемі қызыл болып шығу үшін де сәбіз міндетті түрде, әрі бұл пайдалы тағам, көкөніс деп ойлаймын сәбізде, сол үшін мен сәбізді қостым. Мінеки осылай үкіштен өткізіп алдым, мінеки көріп тұрғандарыңыздай. Сосын азғантай қалып қойды, яғни үкіштен өтпей қалғаны бар. Бұны да қалдырмайын дедім де, мен бұны да картоп қуырған кезде, яғни етті қуырған кезде салып жіберейін деп, бұны да ұзын қылып турап алдым. Яғни бәрін жіңішке әрі ұзын қылдым. Қазір бұны да тамаққа қосқан кезде көрсетемін. Сәбізді де. Содан кейін етімізді, майды құямызда етімізді салып қуыра бастаймыз. Яғни жуанын салмаймыз, тек қана етті саламыз. Содан кейін ет қуырылып, болыңқыраған кезде қызара бастағанда үстіне осылай сәбізді салып жібереміз. Жуан салып жібереміз, сәбіз деппін ғой. Мінеки жуаны салып осылай қуыра бастаймыз. Одан кейін жаңа қалған сәбізіміз бар еді, соны салып жібердім. Мінеки. Одан кейін аздап су құйдым, яғни біздің етіміз пісу үшін суды құйып, азғантай уақытқа бұқтырып қоясыздар. Мінеки. Жақсы, көп азда емес, көп те емес. Одан кейін етіміз әбден бұқтырылып піскеннен кейін картопымызды сала бастаймыз. Картопты салдым, мінеки көріп жатсыздар ғой, бетіне сала бастады картопты. Етіміз пісіп, біраз уақыт қайнады. 10-15 минуттай қайнаттым етіміз пісу үшін. Содан кейін мінеки картопты бетіне салдым. Мінеки өстіп осыны картопты саламыз да, азғантай тұз себесіздер, сөйтіп бетін жауып қоямыз. Жаңа қалған үкіштен өткізген сәбізімізді салып, содан кейін бетін жауып, азғантай бұрыш сап, азғантай сосын тұз салып, оны енді сөйтіп өздеріңіз қарайсыздар. Мінеки енді піскеннен кейін көріңіздер қандай күшті болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер.